Үлпілдек, жұмсақ, мінсіз шелпектің рецептін іздеп жүрсеңіз, дәл осы видео сізге арналған. Бір рет жасап көрсеңіз, үнемі осы рецептпен жасайтын боласыз. Өте жұмсақ, үлпілдек ауызда еріп кетеді. Алдымен жылы сүт, жылы суды араластырамыз. Оған тұз, тұздан сәл көбірек қант, 82% ерітілген сары май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, тұз бен қант толық ерігенін күтеміз. Ұнды екіге бөліп қосамыз. Алдымен бірінші бөлігін салып, үстінен қопсытқыш қосамыз. Араластырып болған соң қалған ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды артық қоспаңыз. Қамыр қолға жабысып жатса, қолды сәл майлап алыңыз. Қамырды жақсылап илеп, бірден жаямыз. Шамамен 7 бөлікке бөлгенде 110 граммнан шықты. Енді шелпек майлы болмас үшін керемет лайфхакпен бөлісемін. Табаға май құйып, үстінен біраз қасық 70%-лық уксус қосыңыз. Қызғанда бу болып ұшып кетеді. Дәмі сезілмейді. Екінші лайфхак, пешті максималды қыздырыңыз. Шелпекті қызғамайға салып, тез-тез аударып қуырыңыз. Ұзақ тұрса қатты болып кетеді. Әр шелпектен кейін майды қайта қыздырып алыңыз. Осындай қарапайым лайфхактармен сіз де үлпілдек жұмсақ шелпек пісіре аласыз. Ас болсын, сіздермен болған Нұржамал. Рецепті сақтап алыңыздар.